Бәріңе сәлем, сіздермен арс бір арнасы. Бүгін мен әлемдік деңгейдегі өте ұлы өрмекшілер туралы айтатын боламын. Арахнофобияларға қараудың қажеті жоқ. Атауы астында жазылып тұрады. Бізде бірінші өрмекші өте ұлы өрмекшілердің бірі болып саналады. Бұның уына қарсы дәрмек ойлап табылған, бірақ бәрібірде ұлы өрмекші болып саналады. Екінші өрмекші өте сақ өрмекшілердің бірі. Әрі көбінесе құмдардың астында тығылып жатып, өзінің жемтігіне шабуыл жасайды. Бұл өрмекшін табу қиын болғандықтан, оның уына қарсы дәрмек әлі күнге дейін ойлап табылмаған. Үшінші өрмекші өте улы өрмекшілердің болып саналады. Өйткені бұның уына қарсы дәрмек ойлап табылмаған. Және бұл өте сирек кездесетін өрмекшілердің бірі болып саналады. Төртінші өрмекші өте қауіпті өрмекшілердің бірі. Өйткені бұл өрмекші үйлерде, көбінесе жерлерде жүре береді. Бесінші өрмекші өте қауіпті өрмекшілердің бірі болып саналады. Өйткені бұл өрмекшінің торы өте қатты болып келеді. Тіпті құстарды да аулап жейді. Алтыншы өрмекші өте қауіпті өрмекшілердің бірі болып саналады. Өйткені бұлар өте тығылып, тіпті адамға өзі шабуылдайды. Жетінші өрмекші өте қауіпті өрмекшілердің бірі болып саналады. Бұның атауы да қызық өрмекшілердің бірі. Ол көбінесе өзі шабуылдамайды. Тек жәндіктер мен шыбындармен қоректенеді. Сегізінші өрмекші бірінші өрмекшінің туысы десек те болады. Оның түрлері ғана өзгеше болмаса, айырмашылығы жоқ. Қыру жою сол баяғы. Тоғызыншы өрмекші өте қорқынышты өрмекшілердің бірі болып саналады. Өйткені бұл улы тістері өте жаман. Бұның емі жоқ. Тіпті тістерін көрсетіп отырған кезде у тамшылайды. Өте қорқынышты емес пе? 10-шы өрмекші өте қауіпті өрмекшілердің бірі. Өйткені бұл көбінесе Австралияда мекендеп, адамға өзі шабуылдап, оны жеңу мүмкін емес десек те болады. Табиғат ана осындай. Тағы да қызық факт, осы улы өрмекшілерді қой жеп қоя алады. Мысалға былай айтсақ болады. Ей, братан, аяқты қойлар кетір. Не? Қойлар кетір дейм. Қаштық онда. Watch деймі. Сіздермен болған Арс 3KZ, хош, саламатта болыңыздар.